Бәріне сәлем. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Мен бизнесті қорғауға маманданамын. Бүгін мен кәсіпкерлерге арналған тазалық ережелері туралы айтатын боламын. Лайк басып, YouTube каналыма жазылыңыздар. Кәсіпкерлер алаяқтық және басқа да экономикалық баптар бойынша қылмыстық қудалау орбитасына түспеу үшін тазалық ережелерін сақтау қажет. Олардың ішінде контрагенттерді жан-жақты тексеру регламентін жасау, лауазымдық нұсқаулықтар, бухгалтериядағы тәртіпті қадағалау, қызметкерлерді тергеу әрекеттерді кезінде құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл кезінде мінез-құлық қағидаларына үйрету, ағымдағы шаруашылық қызметін қылмыстық құқықтық тәуекелдеріне аудитті, заң аудит тұрақты жүргізу қажет. Контрагентті тексеру регламентіне мынадай мәселелерді анықтау кіреді. Болашақ контрагенттің беделі, материалдық базасы, жұмыс тәжірибесі, соттаулары, атқарушылық іс жүргізулер бар ма, қызметкерлерінің болу және тағы басқа. Бұл ақпаратты қажетті орынға барып тексеру ұсынылады. Әрі қарай, жағдайды осы немесе басқа іс тұрғысынан қарау керек. Бір жағдайда жасаған әрекеттер екіншісінде жұмыс істей алмайды. Мысалы, кәсіпкер келісімшарт бойынша жұмысты толық орындағанын нақты біледі, барлық растайтын құжаттар және құқық қорғау органдарымен өткір қақтығысының алдын алу мүмкіндігі бар. Сонан соң адвокатпен жұмыс істегеннен кейін, заңдық тексеруден өткізгеннен кейін өзіңіздің позицияңызды қайда көрсетуге, жүргізулерге жұмыстың дәлелдері сипаттауға және құжаттарды өз еркімен беруге болатын уақыты, күнді және шын мәнінде кінәлісіздігінің дәлелдерін сұрай аласыз. Мұнымен әрине кәсіпкерлерге арналған тазалық ережелері бітпейді. Дегенмен осы ережелердің толық тізбесін сіз менің қылмыстық процесте бизнесті қорғау атты жаңа кітабынан оқи аласыз. Бұл кітап менің осы мамандық бойынша 30 жылға жуық тәжірибем бар. Бір жағынан бизнесменге қарсы іс қозғалса, өзін қалай қорғау керектігі туралы кеңес береді. Екінші жағынан кәсіпкер жәбірленуші және іс оны тонаған қызметкерлерге қатысты кітапта лайфхактар, әртүрлі санаттағы жағдайларда өзін қалай ұстау керектігі туралы пайдалы кеңестер бар. Процеске қатысушының мінез құлқы қылмыстық істің қай сатыда, сотқа дейінгі тергеуде немесе сотта болуына да байланысты. Бұл кітапта жазуыма жас әріптесім Дархан Дүйсенбеков көмектесті. Әріптесім Дархан құқықтық базаны, қылмыстық процестік кодекстің, қылмыстық кодекстің заңдарының, жоғарғы соттың нормативтік қаулыларын нақты баптары мен ережелерінде сілтемелерді таңдап алды. Кітапты бүкіл Қазақстан бойынша меломан дүкендерінен сатып алуға болады. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Мен бизнесті қорғаумен айналысамын. Келесі видеода кездескенше лайк басып YouTube каналыма жазылыңыздар.